Заңсыз балық аулаған браконьерлерге қолданылатын жазаны күшейту қажет. Оларды темір торға тоғытса да артық етпейді. Шығыс Қазақстандық қоршаған ортаны қорғау инспекторлары осындай бастама көтерді. Оған себеп те жоқ емес. Бүгінгі таңда кедендік одаққа енген елдерде Қытайда жасалатын тиекті аулармен балық аулауға тыйым салынған. Дегенмен 2013 жылы Зайсан көлінде браконьерлерден 300 шақырым тиекті ау тәркіленді. Өңірде 5000 тонна көксерке балығын аулауға рұқсат берілсе де, жылына 8000 тонна көксерке экспортқа шығарылған екен. Барлығы Шығыс Қазақстанда заңды түрде балық аулаумен айналысатын 20 ірі кәсіпорын тіркелген. Оған браконьерлерден келер зиянды қоса беріңіз. Сондықтан қоршаған ортаны қорғау инспекторлары браконьерлерге салынар айыппұлды бірнеше есеге көтеріп, ірі көлемде заңсыз балық ауласа, тіпті абақтыға жабу керек деген ұсыныс айтып отыр. Біздің Зайсан ертіс су қоймалары балық аулау жағынан ел бойынша 3-ші орында тұр. 1-ші орында Каспий, 2-ші орында Балқаш көлдері. Дегенмен бұл тұста Зайсан көлінің шағын екендігін ескеру керек. Былтыр Зайсаннан 9,5 мың тонна балық аулауға мемлекет тарапынан рұқсат берілген. Шаяндарды 1,5 тоннадан артық ауладық. Жылдан жылға балық азайып келеді. Ал оны аулау көлемі керісінше өсуде. Бүйте берсек, суда балық қалама.